карантин басталғаннан кейін 10 күн үйде жаттым. Алдымда не боларын білмедім, ештеңе күтіп тұрған жоқ. 10 күннен кейін мен Инстаграм желісінен онлайн, яғни Қазақстанның осы 4-ші тоқсаны онлайн форматта болады. Бірақ Қазақстан онлайн форматқа мүлдем дайын болмады. Әрине бір дайын болды, берері болды, бірақ ол түгел қамтитындай болған жоқ. Сондықтан жеке меншік онлайн мектеп ашылып жатыр. 5 мұғалім керек деген хабарламаны көрдім. Ол кезде мына Есік қаласы мен Алматының ортасында блокпост қойылып тастаған. Ал енді звондап, хабарласып, барлық мән-жайды біліп, сосын осы хабарласып тұрған кісіге айттым, мен әке-шемнен рұқсат сұрауым керек, ертең кешке нақты жауабын айтамын деді. Сол кезде бір сұрақ, сізге қанша жас деп сөйтіп сұрады. Сонымен мен жауап бердім, мен қанша жас болсам да, мен әке-шемнің разылығымен ғана барамын. Сондықтан нақты жауабымды кешке беремін. Я болса міндетті түрде барам, жоқ болса онда басқа мұғалім іздей беріңіздер деп айтамын дедім. Жарайды дедім. Сол күні есімде папамды жұмыстан келгенін қатты күтіп отырдым. Тамағын дайындап, үйді жинап, қатты күтіп отырмын, кірем шығам. Сөйтіп кешке қарай папам келді, екеуміз отырып, шай ішіп, тамағын беріп отырған кезде осы жайлы айттым. Онлайн мектепке осындай мұғалімге шақырып жатыр екен. Сол жерде жатып істеу керек. Осындай барлық мән-жайдың бәрін айттым. Ол кезде Алматы қаласында мына жаман ауру өрбіп, қаншама жұқтырған адамдардың санымен адамдар шынымен үрей туып, қорқып жатты. Ал енді не істеймін? Сол кезде папам, ой, не істейсің? Болды енді, демалшы деп маған бір ауыз сөз ғана айтты. Шынымен оның алдында мен 2 жыл бойы өз кәсібімді еркемайып жүргізген кезде 24 сағаттың 19 сағатын жұмыс істейтін ғой, мысалы. Соны 2 жыл бойы тоқтамай, демалыссыз сондай болды. Енді міне еркемайымды сатқаннан кейін, үйге келіп бір 10 күн демалыстан кейін мен осындай жаңалық айтқаннан кейін, әрине әке-шем бұл демал кішкене, тем более карантин болып жатыр, мынандай сұмдық жағдай болып жатыр, ешқайда бармайсың деген сияқты. Бірақ сол күні және ертесі күні әкемнен өте қатты сұрадым. Папа, пожалуйста, өтінем, папа, барайыншы. Ол мәселе ол ақшада емес беретін. Мәселе осы онлайн мектепте, онлайн арқылы мен білімді бергім келеді. Көрейінші, бұндай шанс бола бермейді ғой деп. Сөйтіп, содан кейін енді жарайды енді өзің біл деп батасын беріп, сөйтіп блокпосттан заңсыз түрде өтем. Өтіп, осы шәкірт онлайнға келем. Шәкірт онлайнға келе салғанда 1 апрель болатын. 1 сәуір. 3 сәуір күні 4 тоқсан басталу керек. Бар жоқ 2-ақ күн. Камераға сөйлеп көрмегем. Яғни онлайн сабақ қалай болу керек, ол туралы бірде-бір хабарым жоқ. Оны деген үйреніп отыратын да уақыт жоқ. Себебі берілген математика сабағы 4 класстікі. Математика пәні күнде болады, яғни аптасына 5 рет. Ал енді не істейміз? Сонымен камераны қосамыз, дайындаламыз, презентация жасаймыз, түсіреміз. Барынша түсіріп, сол берілген материалды балаға түсінікті, оңай, жақсылап түсінетіндей етіп, күн түнімен дайындалып, алғашқы 2 аптада мүлдем ұйықтаған жоқпыз, тек қана осы сабақ түсірумен айналыстық. Кей кезде енді техника болғаннан кейін жазылмай қалған кездер болады, дауысы жоқ болады, немесе камераның фокус ұстамай қалады, қаншама рет пересъемка болып жатады. Бірақ сол кездегі мына загруженность ешқандай бір ауырлық тудыртпады. Себебі біз мына онлайн форматта 12.000 оқушыны республика бойынша таратып оқытып отырған кезде бізге келген кері байланыстар, Салтын апай, рахмет сізге, математика ұнап жатыр, Алла разы болсын сіздерге, сіздерді балапаннан көрсетсе екен деген сияқты тілектерді естігенде, міне қанат пайда болып, біз деген шаршау дегенді білмедік, ұйықтау дегенді білмедік, яғни не істедік? Көз жұмып, тек қана сабақтарымызды дайындап, түсіріп, оны монтаждап уже жіберіп жаттық. Сөйтіп 4 тоқсан аяқталды.
4-ші тоқсан аяқталып өте сәтті, 97% ата-ана разылығын алдық. Ол өте үлкен көрсеткіш. Сөйтіп шәкірт онлайнды біздің Қазақстанда уже көп ата-аналар да балаларды танып қалды. Алғыстарын жаудырып жатты, үлкен бір іс атқардық деп. Сөйтіп 9-шы мамыр күні 4-ші тоқсанды аяқтап бүкіл нәрсемді үйіме қайттым. Сол кезде блокпост ашылған болатын. 40 күн, сонда 1-ші сәуірден бастап 9-на дейін 40 күн біз ешқайда үйімізге бармай, сонда бір жерде барлығымыз жұмыс істеп, солардың барын шығарып халыққа беріп отырдық. Сөйтіп алғашқы шәкірт онлайндағы үлкен бір ісіміз жүзеге асты. Содан кейін Қымбат Маратовна, осы шәкірт онлайнның директоры, негізін қалаушысы, маған хабарласып, осы өнім бөлімін өзіңіз басқарыңыз. Себебі бұл шәкірт онлайн әрі қарай жалғасады. Бұл шәкірт онлайн үлкен онлайн мектеп болып қаланады. 1-ші тоқсаннан бастап келесі жылғы бүкіл сабақтарын барлығын түсіреміз, балаларға береміз, онлайн форматты дамытамыз деп айтты. Әрине, мен өте қатты қуандым. Себебі 4-ші тоқсанда мына беріп жатқан контенттеріміз, сабақтарымыз тәжірибе болып жиналып қалды ғой. Енді 1-ші тоқсанды бастап әлде қайда жеңіл болды. Сөйтіп, жаз бойы осы 1 жылдық білімді 20-21 оқу жылына түгелмен толығымен дайындалдық. Мықты мұғалімдер таптық. Онымен қоса басқа да, мысалы, маркетинг, менеджмент саласын бірге қосып алып жүрдік. Неше түрлі жағдайлар болды. Сондықтан осы бір алғашқы қадамымыз, сол күні маған осы Қымбат Маратовна осындай ұсыныс айтқаны, мен ойланбастан «я» деп жауап бергеніме еш өкінбеймін. Себебі біз қазір үлкен дүниемен айналып жатырмыз. Күнде ата-аналардың алғысын есту, балалардың түсіндім апай, мен осыны шығара алдым, мен осындай деңгейге көтерілдім дегеннен артық бақыт жоқ екен. Мұғалім деген атқа осы ең үлкен медаль, ең үлкен алғыс хат пен грамота, ол әрине осындай кері байланыстар ата-ананың айтқан тілегі екен. Әрине, міне 1-ші сәуірден бастап осы күнге дейін 8 ай бойы осы шәкірт онлайн деген үлкен проектті жұмыс жасап келе жатыр. Қызықты жағдайлар өте көп болды. Қиыншылықтармен, яғни жұмысымыздың қызығы да, шыжығы да бірге жүрді. Енді барлығын айту бір видеода мүмкін емес. Оны мен болашақта басқа да осындай сұхбат видеоларында сіздерге айтуға тырысамын. Енді келесі кездескенше сау болыңыздар.